Assalamualaikum оқырман. Объектіге келдік. Олай берсе. Ассалаумалейкум. Әлі тамаша. Тамаша орай. Осы жерде де ферма балкамен кішігірім навес болады. Ассалаумалейкум оқырман. Мына жерде хай-тек стилінде навес болады. Ана жерде периласы былай мына жерге жабылады. Стиль хай-тек стилінде перила, хай-тек стилінде односкатный навес болады. Ар жағында су ағар. Суарға қатты құдай қаласа. Сосын ар жағы бар еще. Ола бұйырса. Жоқ, ашық енді қылады. Не оқырман. Водосточная система ғой. Су ағарышы. Осындай темір қолданамыз. Өте сапалы бұлар. Чем пластмассадан қараған кезде домалақ темір бар, домалағышы. Бірақ олар тоже жаңағы ішіндегі су жинау аздау да. Осыны қолданамыз. Ден қолға дейін бір тараз. Оны бұслайсыздар. Поликарбонат жабылады. Алла берсе. Алдың жағында периласын жасап жатырмыз. Хай-тек стилінде. Әлі тазаланады. Красленд. Мына жер қалды. Енді мына жер қалды. Алла берсе. Ертең бірсігіні поликарбонат бұраймыз, Алла қаласа. Мына жағда жасалып отыр. Мына жерде өзінің орнында тұрған навес болатын. Мына жерде жасап отыр. Мына клиент әлі. Осы жұмыс атқарылып жатыр мына жақта. Ағайын. Ассалаумағалейкум оқырмандар. Объектке келдік. Хай-тек стилінде жасалып жатқан навес. Поликарбонат жабылады. Алла берсе. Алдың жағында периласын жасап жатырмыз. Хай-тек стилінде. Әлі тазаланады. Красленд. Мына жер қалды. Енді мына жер қалды. Алла берсе. Ертең бірсігіні поликарбонат бұраймыз, Алла қаласа. Міне ағайын. Осындай жасалып отыр. Балкалар метр сайын 10 метрге 11 балка қойылды. 1 метр сайын. Обшетка 58 сантиметр сайын болды. Ассаламағалейкум оқырман. Навес болды. Фибас. Металловая обварка. Полностью покраска. Осында дүние шықтым. Полигал келді. Полигал бұрын тұтайғасы.
Ассалаумағалейкум оқырман. Келдік тапсырыс құдай қаласа бітейіндік болдық. Алла қаласа видеосын бояу жұмыстары қалды және де кіреберістегі вход қалды. Сен сәл вариханаға ертең демаласыздар ма?